Сәлем достар! Бүгін біз жүгері ұнынан нан пісіреміз. Өте дәмді, ерекше нан. Алдыменен 200 грамм творыққа, яғни сүзбеге, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ас содасын қосып, ұнтақтап, араластырып аламыз. Енді 400 грамм жүгері ұнын, яғни кукуруз ұнын қосамыз. Ас көк қосамыз. 300-350 мл айран қосып, видеода көрсетілгендей қамыр елейміз. Қамырымыз қолға жабыспайды, видеода көрсетілгендей. Ал енді қолымызды сулап отырып, жүгері лепешкаларына форма береміз. Өз қалауымызша форма беруімізге болады. Барлығын жасап аламыз. Енді табамызды қыздырып, жүгері лепешкаларын майда қуырамыз. Екі жағы қызарғанша, әр жағын 3-4 минуттай қуырамыз. Қақпақтың астында. Жүгері лепешкалары дайын. Өте дәмді, қаймақпенен ұсынамыз. Пайдалы, тойымды, таңғы асқа өте жақсы тамақ. Отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.